Сәлем достар, бүгін арнамызда алмұрт қосылған осындай ерекше пирог дайындаймыз. Мөлшерлемелерін описаниеда төменде қалдыратын боламын. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, қант, сары май, қаймақ, бір жұмыртқа және қопсытқыш қажет. 82% сары май, қаймақ және қант үшеуін қосып, бір келкі болғанша осылай араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқаны саламыз, араластырамыз. Қопсытқышты ұнға саламыз және араластырып жіберіп, массамызға салып, қамыр илейміз. Пирогтың жасалу жолы өте оңай және қарапайым. Осылай қолмен бір келкі болғанша қамыр илейміз, немесе миксердің көмегімен илеуге болады. Мінекей осылай кішкене жабысқақтау қамыр пайда болады. Салмамызды дайындағанша қамырды осылай пленкаға салып, тоңазытқышта сақтаймыз. Салмамызды дайындаймыз, сүтке қантты қосамыз және араластырып аламыз. Бірінші отқа қоймастан бұрын. Одан кейін барып отқа қоямыз және орташа отта осылай араластырып отырамыз. Асты күйіп кетпеу қажет. Оның үстіне жұмыртқамызды саламыз және тағы да араластырып, тоқтатпастан араластырып отырамыз. Сүт осылай қойылай бастайды. Сол кезде кукуруз крахмалы және ұнды ситадан өткізіп саламыз. Салмасына ванилин немесе ванильді қантты да қосуға болады. Азғантай ғана 3-5 граммнан қосуға болады. Бірақ мен бұл жерде қоспадым. Енді үстіне творожный сырды саламыз, немесе креметтіні осылай салып жібереміз. Және араластырып отымызды сөндіреміз. Барлығын бір келкі болғанша блендерлейміз. Бір немесе 2 алмұртты осылай ұзынынан жіңішке етіп турап шығамыз. Қамырды тоңазытқыштан алдық және формамызға осылай жайып шығамыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырымыз жұмыс жасауға өте оңай. Жан жағына барлығын осылай жайып шығамыз. Дайын тұрған салмамызды саламыз. Және алмұртты бетіне осылай қойып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Енді суытамыз, сосын барып қана кесіп ұсынуға болады. Бетіне осылай қант ұнтағын себелесек, одан әрі әдемі болады пирогымыз. Кез келген қонақ дастарханына дайындауға болатын өте дәмі ерекше пирогтардың бірі. Жасап көріңіздер және егер ұнап жатса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Ас болсын!